Всем здравствуйте! Сегодня мы с вами продолжаем тему притяжательных местоимений во множественном числе в винительном падеже, только с одушевленными существительными. Бүгін сіздерменен винительный падежде тартым алмастықларының көптік санда өзгеруін көріп шығамыз, бірақ жанлы аталықтарменен. Өткен сабақта жансыз аталықтарменен өзгеруін көріп шықтық. Ол сабақта ешқандай қиыншылықтар болмады деп ойлаймын. Себебі жансыз аталықтар өздері именительный падежде қандай болса, винительный падежде тап солай өзгеретұғын еді. Сол себеплі оларға әсілетілетұғын алмастықлар да тап сондай болып, именительный падеждегідей болып қалатұғын еді. Ал бүгін біздер сіздерменен енді жаңлатықлар менен тартым алмастықларының өзгеруін көріп шығамыз. Жаңлатықлар өздері винительный падежде өзгереді көптік санда. Сонымен бірге соның нәтижесінде алмастықларда олар менен уже басқаша болып істетіледі. Яғни алмастықлар қосымша алады, өзгереді. Мен сіздерге міне үш ротта бердім, оны алдыңғы сабақта да түсіндірдім, һәм бірнеше мәрте айттым. Үш роттағы аталықтар менен де көптік санда алмастықлар, келбетіліктер, қатарлық саналар бірдей болып өзгереді дедім. Бұл жерде тап сол жағдай, енді олардың уже винительный падежде қалай өзгеретұғынын жазып кеттім. Бұл жерде де бар берген болсаңыз, аталықтар үш ротта көптік санда, бірақ алмастықлар үш роттада бірдей болып өзгерген. Бірақ жаңлы аталықтардағыдай емес, яғни именительный падеждегідей емес, бұл же басқаша. Так, көріп тұрпан кімдерді? Менің достарымды, менің қыз достарымды, менің балаларымды. Теперь немножко на русском. Я вам уже говорила несколько раз, что существительными всех трех родов местоимения, прилагательные и порядковые числительные во всех падежах во множественном числе меняются одинаково. Здесь тоже такая же ситуация. Вот, как вы видите, в именительном падеже с существительными трех родов местоимение одинаково поменялось, то есть не поменялось, одинаково используется. Соответственно, здесь уже в винительном падеже местоимение меняется, но со всеми существительными, то есть всех родов, меняется одинаково. Для трех родов местоимения меняются одинаково. Здесь уже моих идет. Так, как же существительно меняется, уже мы несколько занятий там назад уже рассмотрели. Теперь смотрите, как же меняются местоимения с одушевленными существительными во множественном числе в винительном падеже. Как вы видите, третьего лица в единственном числе местоимения и третьего лица во множественном числе местоимения притяжательные во всех родах остаются одинаковыми, как в единственном числе, так и во множественном числе. Чтобы вам было еще понятнее, я здесь привела пример. Енді еледе түсініктірек болу үшін мен бұл жерде сіздерге мысал келтіріп қойыппын. Это ваши собаки. Бұл сіздің итлеріңіз. Сіздің итлеріңіз деген кімлер деген сұрауға жауап береді. Я покормила ваших собак. Мен сіздің итлеріңізді ауқатландырдым. Здесь уже в винительном падеже. Сіздер сұрау беруіңіз мүмкін, кімлер деген хайуанларға кімлер деп сұрау қойылмайды деп. Әлбетте дұрыс. Біздерде қарақалпақ тілінде хайуанларға не деп сұрау қоямыз. Ал рус тілінде болса хайуанларға кім, немесе кімлер деп сұрау қоямыз көптік санда. Мен бұл хақында ең бірінші сабақтарымда айтып кеттім. Енді мен мысалды рус тілінде келтірдім, қарақалпақ тілінде түсінікті болу үшін соны аудармалауға мәжбүрмін һәм енді бәрібір рус тілін өтіп жатырмыз, соның үшін рус тілінің қағидасы бойынша түсіндіруім керек. Сабақларымыз сіздерге ұнап жатырды деп үміт етемін. Азғантай болса да өздеріңізге керек мағлұматларды ала алып жатырсыз һәм әлбетте бұны пайдалана алып жатырсыз деп қаттыға үміт етемін. Егер де менің сабақларым сіздерге аз ғана болса да жәрдем беріп жатырған болса, мен бұдан жүдә қуаныштымын. Менің һәмме күзетушілерім, һәммесі қанекей рус тілінде дұрыс, тынық, грамотно сөйлеп
кетсе екен. Һәм мен сонда сөйлеп кетуіңізге тілектеспін. На этом все. Это было притяжательное местоимение во множественном числе в генитивном падеже с одушевленными существительными. Если есть какие-то вопросы или предложения, можете написать в комментариях. Оставляйте, пожалуйста, ваши реакции. Смотря на ваши реакции, я буду знать, я пойму, что мои уроки полезны и интересны. До свидания.